Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық аяқтарын, яғни чикен дайындайтын боламыз. Өте дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен осылай тауық аяқтарын жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң тұзымызды, қызыл бұрыш, қара бұрыштарымызды қосып аламыз. Барлық приправаларымызды салып алдық. Енді имбир ұнтағын қосатын боламыз. Бұны қоспасаңыздар да болады. Содан соң бір ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, салқын суымызды құятын боламыз. Холодильникке 2 сағатқа немесе 1 күнге қойып қоясыздар. Енді кляр дайындайтын боламыз. Бізге 1 жұмыртқа, 10 және де су қажет болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнтақ болмауы қажет. Бізде осындай әдемі сұйық масса шығу қажет. Біздің клярымыз дайын. Енді ұн қажет. Ұнға тұз және де паприка қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз ұнға. Енді тауық аяқтарын жұмыртқалы массаға, содан соң ұнымызға осылай жақсылап аунатып, қызып тұрған отта пісіретін боламыз. Майымызды бірінші қатты қыздырып аламыз, содан соң орташа отта пісіретін боласыздар. Өте дәмді шығады. Осылай екі бетін аудартып, қызартып, әдемі пісіріп аламыз. Осылай барлығын тағы да қайталап, барлық тауық аяқтарын осылай пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, хрустящий болып шықты. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Баршаларыңызға ас болсын. Біздің чикендеріміз дайын, өте дәмді, осылай сочный, хрустящий болып шықты.